Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін түрі де өзі де дәмі де өте керемет французша ет тағамын әзірлейтін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк қойып, комментарий жазып, тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып кетіңіз. Французша ет тағамының ең маңызды ингредиенттерінің бірі ол картоп болып табылады. Картопты осылай дөңгелек етіп, жұқалап етіп турап шығамыз. Пиязды ортасынан бөліп, жартылай сақина етіп тураймыз. Тәтті бұрышты, қызанақты дөңгелек етіп тураймыз. Табамызға ең алдымен сұйық жақсылап жағып аламыз. Содан кейін картоптарымызды осылай орналастырамыз. Картоптарды орналастырып болдым, енді оның үстіне тұз себемін. Содан кейін тартылған етті бір келкі етіп жайып шығамын. Тұз, қара бұрыш себемін. Тартылған етке алдын ала тұз салып, дәмін туралап алғандықтан мен тұзды аз мөлшерде қолданып жатырмын. Сіздер де тартылған етті бұл тағамға салмас бұрын алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Картоптарды екінші қайтара теріп шығамын. Оның үстіне қаймақ жағамын. Тартылған етті жайып шығамын. Тұз, бұрыш себемін. Осы рецептпен сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Түскі асқа да, кешкі асқа да өте ыңғайлы тағам. Өте тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің видеоларымды үзбей көретін боласыздар. Себебі мен алдағы уақытта көптеген тағамдармен бөлісетін боламын. Барлығын рет-ретмен орналастырып болдым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіремін. Піскеннен кейін сырды бетіне сеуіп, қызып тұрған пешке 1-2 минут салып аламыз. Сол кезде сырымыз созылып, өте керемет болып тұрады. Французша ет деп аталатын тағам дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.